Сәлем достар, сіздермен бүгін өте тез әрі оңай дайындалатын қатпарлы қамырға оралған тауық аяқшаларын жасайтын боламыз. Мен күнделікті отбасыма арнап, немесе мерекелік дастарханыма арнап, осы тауық аяқтарын жиі жасап тұрамын. Тауық аяқшаларын мен терісінен ажыратып алдым. Содан соң азғантай шым-шым тұз және өз қалауыңызша паприка қоссаңыз болады. Паприка әдемі түс және дәм береді. Пешке тауық пісіргенде мен көбінесе магидің осы дәмдеу үшін қосамын. Әсіресе сарымсақпен жасалған түрін, паприкамен жасалған түрі де бар, бірақ маған осы сарымсақпен жасалған түрі ұнайды. Енді осы дәмдеуішті қосам, содан соң 2 ас қасық қаймақ қосып, барлығын жақсылап қолымен араластырып аламын. Тауық аяқтарын жақсылап араластырып болсаңыз, шамамен кем дегенде 3 не 4 сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыз. Енді бізге мына магидің қапшығы да қажет болады. Мінекей тауық аяқшаларымызды мен тоңазытқыштан алып шықты. Енді жаңағы магидің қапшығына салатын боламын. Тауықты 3-4 сағат емес, тіпті түнде жасап қойып, тоңазытқышқа қойып, таңертең пісірсеңіз, одан сайын дәмді бола түседі. Тауықты арнайы қапшыққа салып болдық. Енді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Осы уақыт аралығында қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін қатпарлы қамырды оқтаумен сәл жұқалау етіп жазып алатын боламыз. Содан соң ұзыншалау етіп бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Мінекей біздің тауығымызда пісіп шықты. Енді толықтай суытып аламыз. Толық суыған соң тауық аяқшаларының ең бас жағына осылай фольганы ораймыз. Бұл фольга тауық аяқтарының бас жағын күйіп кетуден қорғайды және дастарханға қойғанда өте әдемі болып тұрады. Қонақтарыңыз қолмен ұстап жегенде де қолдары бұлғанып қалмайды. Енді жаңағы қатпарлы қамырды осы тауық аяқшаларына дәл видеодағыдай айналдыра отырып орап шығамыз. Мінекей жасау жолы да өте оп-оңай. Енді пешті қыздырып қоямыз алдын ала. Жаңағы тауық аяқшаларының үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалауыңызша қара не ақ күнжіт сеуіп, шамамен 15 минутқа қызарғанша пеште пісіріп аламыз. Мінекей осымен біздің қатпарлы қамыр оралған тауық аяқшалары дайын болды. Өздеріңіз көргендеріңізде жасалу жолы оп-оңай, түрі де өте әдемі, дәмі де сондай дәмді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.